Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге тауықтың етінен осындай өте дәмді болып шығатын кешкі тағамды жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау сұрағына басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге осындай тауықтың аяқтары қажет болады. Оны бөліктерге бөліп, оның үстіне біз қызанақ саламыз. Сіздер кетчуп салсаңыздар да болады, томат пастасын салсаңыздар да болады. Енді оның үстіне біз майонезімізді қосамыз. Одан кейін біз сарымсақты үкіштен өткізіп, немесе осылай мен сияқты ұсақ қып турап, оны да саламыз. Сосын оның үстіне әртүрлі дәмдеуіштерімізді саламыз. Приправа, роллтон, сосын бұрыш саламыз, қара бұрыш, сосын кориандр саламыз. Және дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қанша тұз салып, мөлшерлерінің барлығын астында описанияда жазып қалдырып қоямын. Сосын тауықтарымызды осылай маринадтап, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін біз картоптарымызды, пиязды және сәбізді ашып, оны тазалап, осылай видеода көрсетілгендей ұзын етіп турап алатын боламыз. Маған бір сәбіз және бір пияз жеткілікті болды. Ал енді бөлек ыдысымызға біз сұйық майды құйып аламыз. Оның үстіне дәмдеуіштерді қосып, паприка, тоз, бұрышты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді жаңағы туралған картоп, сәбіз және пиязды үлкендеу ыдысқа салып, сосын жаңағы дайындаған сұйық майымызды үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді біздің пештеміздің протеинін алып, оған картоптарды, сосын жаңағы маринадталған тауықтың еттерін барлығын бірге саламыз. Сосын пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз, ол міндетті түрде. Сосын 280-250 градуста 1,5 сағат, 1 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің тауықтың еттеріміз картоппен, көкөністермен өте дәмді болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды қуантып, балаларыңызға жасап беріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.